Coca-Cola'ның жылдық айналымы 43 миллиард ақш долларын құрайды. Бұл Coca-Cola күн сайын шамамен 120 миллион ақш долларын табады дегенді білдіреді. 135 жылдан астам дамудан кейін Coca-Cola тобында хош иісті газдалған сусындардан спорттық сусындарға, кофеден шайға дейін, шырындардан сүтті сусындарға дейін 200-ден астам бренд бар. Ол сусындардың толық сериясын жасады. Оның өнімдері Куба мен Солтүстік Кореядан басқа бүкіл әлемде сатылады. Өйткені екеуі де ақштың бұрыннан келе жатқан сауда эмбаргосында. Coca-Cola акциялар Баффеттің сүйікті компанияларының бірі. Ол Coca-Cola акцияларының 9,25%-на ие. Ол 25 миллиард 6 миллион ақш долларына тең. Бұл инвестиция оның қор портфелінің 7,2%-ын құрайды және алдыңғы 4-ші орында тұрады. Бірақ сіз шынымен Coca-Cola ешқандай шығымсыз тек қана қантты суды сату арқылы нарықтық құны 270 миллиард ақш долларын құрайтын супер компания болды деп ойлайсыз ба? Шын мәнінде Coca-Cola жыл сайын әлем бойынша жарнамаға орта есеппен 4 миллиард ақш долларын жұмсайды. Бұл оның айналымының 10%-ын құрайды. Бірақ олардың стратегиясы ешқашан өз өнімдерін сізге тікелей сатпайды. Бірақ олар сататын нәрсе бұл концепция. Ол дегеніміз Coca-Cola адамдарға тереңірек құндылықтар мен рух әкеле алады. Ол қуаныш, үйлесімділік және бас қосуларды білдіреді. Бірақ маркетингтің қатал әдістерінен басқа, Coca-Cola'ның артында тағы қандай белгісіз әдістер жасырылғанын білесіз бе? Бұл компанияны жасырын түрде жағымсыз істермен өте жиі айыптайды. Мысалы, жағымсыз ауруларды тудырды. Үкімет пен бизнес арасындағы сөз байласу, еңбекті қанау қатарлылармен айналысты деп айыптайды. Сондықтан бүгін біз Coca-Cola'ның ғасырдан астам уақытқа созылған таңғажайып тарихына тереңірек үңіліп, Coca-Cola'ның қалай пайда болғанын, олар бүкіл әлемді кеңейту үшін әртүрлі құралдарды қалай пайдаланғанын, және олар кездескен ең жойқын апаттарды зерттейміз. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Coca-Cola'ның шығу тегі 1880 жылдары Атлантада болды. Көпшілік ол кезде дәрігерлерді онша жақтырмай бастады. Сондықтан қандай да бір ауру болса, дәріханаларға барып дәрі-дәрмек арқылы өздерін емдейтін. Кейбір ақылды фармацевтикалық өндірушілер осы бизнес мүмкіндігін пайдаланып, әртүрлі ғажайып дәрілерді жасай бастады. Ол кезде Вин Мариани деп аталатын ерекше танымал патенттік дәрі болды. Оның құрамында шарап спирті мен кокаин бар. Күніне 3 стакан ішсе кез келген ауруды емдеуге болатыны айтылған. Сол кезде бұл сусынды ерекше ұнататын бір адам болған. Оның аты Джон Пембертон. Ол соғыста ауыр жарақат алып, дәрігерлер оны өледі деп ойлаған. Сондықтан соңғы бірнеше сағатта ауырсынуын жеңілдету үшін ол дәрігер оған морфин құйған. Бірақ Пембертон ғажайыппен аман қалды. Бірақ ол артынан морфинге қатты құмар болды. Дәл осы кезде ол Вин Марианиді тапты. Ол оны ішкен кезде ол осы сусынға құмарланды. Өйткені сусынның құрамындағы кокаин оның морфинді құмарын жеңуге көмектесті. Ол соғысқа дейін химик болғандықтан 1886 жылы ол ресми түрде алкогольдік француз шарап кокасын шығарды. Ол негізінен Вин Марианидің көшірме нұсқасы болатын, бірақ ол әртүрлі ингредиенттерді қосты. Әрине ол кезде оның құрамында алкоголь бар еді. Иә, бұл көшірме сусын. Бүгінгі Coca-Cola, Пембертон Coca-Cola'ның өнертапқышы. Ол бұл өнімнің көптеген адамдарға көмектесетініне шынымен сенеді. Өйткені ол оны күнде ішеді. Сондықтан ол бұл сусынды көп мөлшерде сатуды жоспарлайды. Алайда ойлағандай оңай емес болды. Сатылғаннан кейін 1 жыл өткен соң үкімет алкогольдік ішімдіктерге тыйым салуды жүзеге асыра бастады. Ал көптеген штаттар алкогольдік сусындарды сатуға бірінен соң бірі тыйым салды. Сондықтан Пембертон сусынның құрамындағы алкогольді алып тастауға және оны газдалған суға ауыстыруға мәжбүр болды. Бірақ оны қосқаннан кейін сусынның дәмі өте ащы болды. Сондықтан ащы дәмнің орнын толтыру үшін көп мөлшерде қант суын қосты. Енді алкоголь жойылғаннан кейін ол сусынды сатуды жалғастыра алады. Бірақ оған жаңа атау қажет. Өйткені сусынның құрамында шарап спирті жоқ, және оны француздық шарап кока деп атауға болмайды. Пембертонның серіктесі Фрэнк Робинсон Coca-Cola деген әдемі есімді ойлап тапты. Coca-Cola болашақта бүкіл әлемде танымал болатын атау еді. Бірақ олар бұл атаудың мағынасы жоқ, тек қана жақсы естілгендіктен деп қана түсіндірді. Бірақ бұл атау сусынның екі негізгі ингредиентінен, кола жаңғағы мен кока жапырақтарынан пайда болғаны анық. Кола жаңғақтарында кофеин, ал кока жапырақтарында кокаин бар еді. Ерте кезден бері адамдар Coca-Cola құрамында кокаин бар ма деген сұрақты туындайды. Негізі оның атауынан ақ жауап белгілі болып тұр. Бірақ шын мәнінде ол кезде сусынның құрамында кокаин бар ма деп ешкім алаңдамайтын. Олар тек алкоголь бар ма деп ойлайтын. Сонымен қазір алкоголь жойылған соң Coca-Cola базарда жалғасты сатыла берді.
Алайда ол кезде нарықта Coca-Colaға онша қызығушылық танытпады. Негізінен Coca-Cola өнімін орналастыру мәселелеріне байланысты болды. Өйткені Пембертон Coca-Colаны халыққа медицина тұрғысынан насихаттап жүрген. Алғашқы Coca-Cola жарнамаларында оны бас ауруы мен асқазандағы ыңғайсыздықты басатын сиқырлы ми сергіткіші деп сипаттаған. Бұл негізі жақсы емдік сусын еді. Оның үстіне нарықта осындай емдік әсері бар көптеген сусындар бар, сондықтан Coca-Cola көзге түспеді. Алғашқы жылы Coca-Cola бар болғаны 25 бөтелке ғана сатылған дейді. Осы кезде Пембертонның жағдайы нашарлап, жансыздандырғыш пен есірткіге тәуелді бола бастады. Coca-Cola шыққаннан 2 жыл өткен соң 1888 жылы Джон Пембертон қайтыс болды. Қайғылысы, ол қайтыс болғанға дейін өзі ойлап тапқан сусын әлемдегі ең танымал брендтердің біріне айналады деп ойламады. Coca-Colaның керемет өсуі Пембертон қайтыс болғанға дейін, ол компанияны амбициялы кәсіпкер Аса Кендлерге $2300 сатқан кезде басталды. Бірақ ол кезде Coca-Cola танымал емес еді, сондықтан Кендлер көп пиар және жарнама жасай бастады. Ол бүкіл қаланы Coca-Cola баннерлері мен билбордтармен толтырды. Негізінде ол Coca-Cola логотипін кез келген адам таба алатын жерге қойды. Осылайша әркім барлық жерде Coca-Cola логотипін көре алады. Бұл барлық жерде жиілік әсеріне толығымен жетеді. Дегенмен сату нәтижелері әлі де өте төмен болды. Көп ойланып, Кендлер ақыры Coca-Colaның емдік сусын ретінде насихаттау стратегиясының қате екенін анықтады. Ол Coca-Cola өнімінің позициясын дәмді және сергітетін сусынға айналдыруды ұйғарды. Оны кез келген адам іше алатындай етіп, жалпы жұртшылыққа бағытталған және ол енді дәрі-дәрмекке мұқтаж топтармен ғана шектелмейді. Мұның артықшылығы Coca-Colаны патенттік медицина индустриясынан бөліп алу болып табылады. Осы позициялауды өзгерту және ауқымды маркетингтік стратегиялар арқылы Coca-Cola ақыры үлкен жетістікке жетті. Оның сатылымы тез көтерілді, сондықтан Кендлер жарнамаға көбірек ақша салуды жалғастырды және кино жұлдыздары мен спортшыларға Coca-Colаны жарнамалау үшін көп ақша төлей бастады. Осылайша ол адамдардың санасына Coca-Cola оң және сау имиджді қалыптастырғысы келді. Адамдарды Coca-Cola сусынға деген ойларын қуанышты және жағымды сезінуге қарай бағыттады. Сондықтан Пембертон Coca-Colаны ойлап тапқанымен Coca-Cola брендін танымал еткен Кендлер болды. Сондықтан қазір біз Кендлерді Coca-Cola тобының негізін қалаушы деп ойлаймыз. Бұл оқиға Макдоналдс сияқты. Макдоналдстың негізін қалаушы Макдоналдстың өнертапқышы емес еді. Өндіріс және тасымалдау шығындарын үнемдеу үшін Coca-Cola сол күндері тек шәрбат түрінде ғана сатты. Олар тек шәрбатты магазин саудагерлерге таратып берсе болғаны. Содан кейін магазин газдалған судың көрсетілген мөлшерін араластырып тұтынушыларға сатып отырды. Бірақ бір күні Бенджамин және Джозеф есімді екі заңгер Кендлерге бір идеяны ұсынады. Олар Coca-Colаны бөтелкеге құймақшы болды. Бірақ Кендлер бұл өте ақымақ идея деп санайды. Өйткені Coca-Cola құю жоғары өндірістік шығындарды талап етеді және өндіріс процесі де өте күрделі болады. Бірақ Бенджамин мен Джозеф барлық шығындар мен тәуекелдерді көтеруге дайын екендіктерін білдірді. Сондықтан Кендлер келісіп, олармен келісім шартқа отырды. Небәрі $1 ақыға олар Coca-Colаны бөтелкеге құюға рұқсат алды. Бірақ Кендлер бөтелкедегі Coca-Cola үлкен табысқа жетеді деп күткен жоқ. Бірақ адамдарға бөтелкедегі Coca-Cola өте ұнады. Бастапқыда бұл Coca-Cola үшін жақсы жұмыс болды. Өйткені бұл бөтелкелер одан көп шәрбат сатып алады және бұл үлкен табыс көзі болады. Бірақ бұл жерде өте маңызды мәселе жасырынуда. Кендлер Coca-Cola құю идеясы сәтті болатынына сенбегендіктен келісім шартқа қол қою кезінде бұл туралы көп ойланбады. Кендлер олармен шексіз келісім шартқа отырды және оларға шәрбатты өте төмен бағамен жеткізуі керек. Келісім шарт мерзімі ішінде бағаны көтеруге болмайды. Яғни, олар әрқашан Кендлер компаниясынан шәрбатты өте төмен бағамен сатып ала алады. Бұл Coca-Cola корпорациясымен олар арасында көптеген жылдар бойы сот ісін жүргізуге әкелді. 10 жылға таяу уақытта Кендлер бар болғаны $1 сатқан бөтелкелерге құйып сату құқықтарын қайта сатып алу үшін миллиондаған доллар төледі. Ол кезде Coca-Cola сатылымы жыл сайын өсіп, оның өнімдері бүкіл әлемде сатылып жатқан жаңа жоғары деңгейге жетті. Әрине, бұл өндіріспен тұтынуға байланысты емес, шындығында әлемде өте ұқсас сусындар көп болды. Coca-Colаның жаппай маркетингтік моделі оның жылдам өсуінің себептерінің бірі деп айтуға болады. Бірақ шын мәнінде бұл ең маңызды фактор емес. Егер біз Coca-Cola тарихына тереңірек үңілсек, шын мәнінде тағы бір таңғаларлық себеп бар. 1939 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін үкімет қантты нормалау жүйесін жариялап, әр кәсіпорынның пайдаланатын қант мөлшерін шектеді. Алайда Coca-Cola өздерін бұл жүйеден босату керек деді. Өйткені Coca-Cola соғыс уақытындағы қажетті сусындар екенін алға тартты. Одан да қызығы, үкімет бұл ұсынысқа келісті.
Бұл негізінен Coca-Cola үкімет шешімдерін қабылдау үшін, лобби жасау үшін жасырын түрде қыруар ақша жұмсағанымен байланысты. Сондай-ақ Coca-Cola сол кезде көптеген зерттеу ұйымдарын қаржыландырды және олардың есептерін үкіметті Coca-Cola'ның пайдасы туралы сендіру үшін пайдалануға тырысты. Олар Coca-Cola сусыны жауынгерлердің рухын көтеріп, қуат бере алады деп батыл мәлімдеді. Ақырында ақш үкіметі қантты нормалау жөніндегі комитетке Coca-Cola атқарушы директорын қосуға келісті. Сондықтан табиғи түрде Coca-Cola үкіметтен қант нормасын сәтті алды. Ал басқа қант істететін компаниялар соғыс кезінде ережелерді сақтауы керек. Бұл ғана емес, Coca-Cola'да үлкен жоспар құрды. Coca-Cola президенті ашық түрде біз әрбір сарбазға кез келген жерден бір бөтелке Coca-Cola'ны $5 сатып алуына кепілдік береміз деп уәде берді. Біздің компания барлық шығындарды өз мойнына алуға дайын. Осындай төмен бағамен сату арқылы Coca-Cola шын мәнінде сатылған әрбір бөтелкеден зиян шегеді. Дегенмен бұл өте орынды шешім, өйткені бұл қадам Coca-Cola'ның болашақтағы әлемдік құрылымын өзгертеді. Біріншіден, Coca-Cola жұртшылықтың, әсіресе сарбаздардың көз алдында Coca-Cola мен соғыс арасында күшті байланыс жасайды. Және патриоттық және халқын сүйетін корпоративтік имиджді тамаша жасайды. Бұл Coca-Cola'ға миллиондаған американдықтардың жүрегінде үлкен қоғамдық қолдау мен сүйіспеншілікке ие болды. Coca-Cola осы алтын мүмкіндікті пайдаланып, патриоттық жарнамалар сериясын шығару үшін осы қызып тұрған атмосферасын пайдаланды. Онда олар бірнеше рет қолдарына Coca-Cola ұстап, оны ынтамен ішіп жатқан сарбаздарды көрсетті. Сондай-ақ Coca-Cola шоқтың қызғанын пайдаланып, көптеген маңызды келісімдерге қол жеткізді. Мемлекеттен үлкен көлемде қаржылай көмек алып шетелде Coca-Cola құю зауыттарын салатын болды. Олар бұл Америка құрама штаттарының ықпалын кеңейтеді және сарбаздардың рухын жақсартады деп мәлімдеді. Бірақ іс жүзінде бұл әрекеттер Coca-Cola соғыс кезінде өте шиеленіс жағдайында халықаралық деңгейде жылдам кеңеюіне көмектесу үшін салық төлеушілер қаражатын пайдаланғанын білдірді. Соғыс жылдарында халық ауыр жағдайда және қиын жағдай болып жатқанда бүкіл әлемде 64 Coca-Cola құю зауыты сәтті ашылды. Әрине, қаржының басым бөлігін үкімет бөлді. Соғыс кезінде Coca-Cola құю зауытындағы техниктердің мәртебесі танктер мен ұшақтарды жөндейтін техниктер сияқты маңызды болған деседі. Олардың бар болуының арқасында американдық сарбаздар бүкіл әлемде Coca-Cola'ны пайдалана алады. Соғыс кезінде сарбаздар өздерінің туған жерлерінің дәмін әлі де аздап сезіне алды. Олар Coca-Cola'ға өте риза болды. Кола және сарбаздардың ең үлкен жанкүйерлері болды. ақш әскері негізінен Coca-Cola үшін қуатты әрі тегін сатушы күшке айналды. Олар қайда барса да жергілікті тұрғындарға Coca-Cola'ны таныстырып және бөлісіп жүреді. ақш армиясы осы жеке кәсіпорынның кеңеюіне және көбірек елдерге енуіне өте жақсы жағдайды жасады. Шындығында соғыс кезіндегі аласапыран көптеген компаниялар мен адамдарға ауыр әсер етті. Көптеген компаниялар банкроттыққа ұшырап, көптеген отбасылар табысынан айырылып, әйелдері мен балалары жетім жесір болуға себеп болды. Бірақ керісінше Coca-Cola ешқандай қиындыққа тап болмай, бұрынғыдан да тезірек кеңейді. Өнімдер бүкіл әлемге тез тарады және сатылымдар бұрын соңды болмаған шыңдарға жетті. Соғыс кезіндегі Coca-Cola'ның айла тәсілдері негізінен Coca-Cola'ның бүкіл әлем бойынша жылдам кеңеюіне себеп болды. Бұл әдістер өте қайшылықты болғанымен, моральдық тұрғыдан алғанда адамдарға жағымсыздау болды. Бірақ бизнес деңгейі тұрғыдан алғанда Coca-Cola'нікі өте дұрыс. Әрине, Coca-Cola'ның бизнестегі айла тәсілдері бұдан да көп және бұдан да қатаң. Coca-Cola'ның көптеген баяндамаларында олардың ең үлкен құпиясы Coca-Cola жасаудың рецепт екенін айтты. Ол құпия және өте қорғалатын қоймада сақталады. Сондықтан оны жұртшылыққа өте тылсым етеді. Шындығында бұл құпия рецепт соншалықты жұмбақ емес, тіпті Википедиядан оңай табуға болады. Шынымды айтсам, сіз де ұқсас өнімдерді жасай аласыз, бірақ олармен ешқашан бәсекеге түсе алмайсыз, өйткені олардың теңсіздік артықшылықтары өте көп. Олар тіпті мектептерден бастады. Coca-Cola бірнеше мектептермен келісім шартқа отырды, және мектептің эксклюзивті сату құқығына айырбас ретінде мектепке жыл сайын шамамен $3000 төлейді. Мектепте тек Coca-Cola өнімдерін сатуға болады. Сол кездегі көптеген мектептерде қаржы жеткіліксіз болғандықтан және шұғыл қаражат қажет болғандықтан, олар Coca-Cola өнімдерін балаларға насихаттайтын, ал бейкүнә және ештемеден хабарсыз балалар мектептердің ақша табу құралына айналды. Coca-Cola сонымен қатар Barbie қуыршақтары, ойын карталары, үстел ойындары, жүк көліктері қатарлылар сияқты сансыз ойыншықтар коллекцияларын шығарды. Бірақ олар бұл ойыншықтар ересектерге арналған деп мәлімдейді. Олар тіпті рождестволық жарнамаларында Аяз атамен жиі бейнелейді, және ол әрқашан Coca-Cola бөтелкесін ұстаған бейнелерін көрсетеді. Бұл әрекет кішкентай балалардың жүрегінде Coca-Cola мен рождество қуанышы арасындағы байланысты көзге көрінбейтін түрде жалғастырады.
1982 жылы Coca-Cola тіпті Columbia Pictures кино индустрияны 750 миллион ақш долларына сатып алды. Олардың стратегиясы Coca-Cola жарнамаларын фильмдеріне енгізу болды. Бұл өте ақылды әдіс болды. Бұл әдіс оларға балаларға бағытталған жарнамалық ережелерді оңай айналып өтуге мүмкіндік берді, және бұл әдіс өте тиімді екендігі дәлелденді. Coca-Cola сонымен қатар адамдарды Coca-Cola'ны өмір бойы тұтынушысына айналдырудың ең жақсы жолы Coca-Cola'ны адамдарды кішкентай кезінен бастап тұтындыру керек екенін зерттеді. Бұл әдістің енуі ересектерге қарағанда тиімдірек, өйткені бала кезінде олар әсерге ең бейім және бір нәрсеге тез тәуелді болып, сосын тәуелділікті қалыптастырады. Coca-Cola кейінірек кинокомпанияны жапондық Sony тобына 3,4 миллиард долларға сатса да, Coca-Cola басқа кинокомпанияларға өз жарнамаларын орналастыру үшін жарнамалық ақы төлеуді жалғастыруда. Бір қызығы, Coca-Cola'ға қатысты кейбір елеулі сындардың ешқандай моральдық немесе құқықтық мәселелерге қатысы жоқ. Бұл өздеріне өздері ор қазғандай болды. Иә, олар Coca-Cola'ның бастапқы дәмін өзгертті, және бұл әрекет оларға бұрын-соңды болмаған қиыншылықтарды әкелді. Coca-Cola компаниясының Pepsi-Cola бизнесін сатып алуға бірнеше мүмкіндіктері болды. Соның ішінде 1933 жылы Pepsi-Cola'ны небәрі 50 мың долларға сатып алуға болатын еді. Бірақ Coca-Cola бұл мүмкіндіктерден бас тартты. Сондай-ақ Pepsi компаниясының жарнамаларында кола сөзін пайдаланған үшін сотқа беру әрекеті болды. Бірақ бұл Pepsi компаниясының Coca-Cola'ны монополия орнату үшін бәсекелестікке қарсы тактиканы қолданды деп қарсы айыптауына әкелді. Сот келісіп, шешім қабылдады. Соңында кола деген сөз кез келген адам қолдана алатын жалпы зат есімі болып шешілді. Coca-Cola Pepsi-Cola сатып алу мүмкіндігін жіберіп алғандықтан, ол өзінің бәсекелесі Pepsi-Cola мен ұзаққа созылатын іскерлік соғысты бастады. 1975 жылы Pepsi-Cola Challenge атты шараны шығарды. Олар адамдарға 2 ақ стакан берді, бірінде Pepsi-Cola, екіншісінде Coca-Cola бар, сосын соқыр сынақ жүргізді. Сынақ нәтижелері көрсеткендей көбірек адамдар Pepsi-Cola'ның дәмін жақсы көрді. Олар бұл мүмкіндікті пайдаланып, Coca-Cola'ны жеңуге үміттеніп, Америка құрама штаттарында көптеген жарнамалық науқандарды бастау үшін осы деректерді пайдалана бастады. Әрине, Coca-Cola бұл нәтижені жоққа шығарады және күмән келтіреді, бірақ нарық деректері Coca-Cola нарықтағы үлесін біртіндеп жоғалтып жатқанын көрсетеді. Олар әртүрлі әдістерді қолданып, кең ауқымды жарнамалық іс-шараларды және бағаны төмендетуді жүзеге асырды. Бірақ нарықтағы үлесі жыл сайын төмендеді. Ал Pepsi-Cola айтарлықтай өсті. Бұл жолы Pepsi-Cola бұрын-соңды болмаған табысқа жетті. Coca-Cola компаниясының басшылары Pepsi Challenge-ның нәтижелеріне сенгендей болды және өз өнімдерінің дәміне күмән келтіре бастады. Сондықтан олар Coca-Cola'ның құпия рецептін көпшіліктің талғамына сай өзгертуге шешім қабылдады. Coca-Cola'ның 100 жылдығына бір күн қалғанда олар Coca-Cola формуласын жетілдіретінін және түпнұсқа Coca-Cola'ның орнына жаңа өнім, жаңа Coca-Cola'ны шығаратындарын ресми түрде ескертусіз жариялады. Coca-Cola мәлімдеуінде бұл топтың одан әрі дамуына ықпал ететін үлкен реформа болады деді. Бірақ олар нарықта үлкен қарсылық болатынын және тарихи апатқа тап боламыз деп ешқашан күткен емес. Бұл Coca-Cola бұрын кездескен кез келген сынақтардан да қиын болды. Coca-Cola кеңселеріне күн сайын мыңдаған қоңыраулар мен хаттар келіп түседі. Олардан Coca-Cola түпнұсқа дәмін қалпына келтіруін сұрайды. Ірі бұқаралық ақпарат құралдары да халықтың ашуы мен қарсылығын хабарлап, отқа май құюды азайтпады. Стадиондағы алып экранда жаңа Coca-Cola'ның жарнамасы көрсетілгенде, адамдар қатты гуілдеді. Сол кезде жаңа Coca-Cola'ға бойкот жариялау трендке айналды. Бұл жағдай бақылаудан тыс жағдайға жетті. Coca-Cola табысы ешқашан дәміне байланысты емес еді, маркетинг әдістеріне байланысты болатын. Ұзақ уақыт бойы жинақталғаннан кейін, бүкіл әлем Coca-Cola'ны дос ретінде және күнделікті өмірдің бір бөлігі ретінде санайды. 100 жылдай уақыт ішінде әлемде қандай өзгерістер болса да, Coca-Cola әрқашан бар және ешқашан өзгермеген. Ол рухани болмыс. Түпнұсқа дәмін өзгерту ол адамдарға опасыздық жасағандай болады. Бірнеше ай өткен соң айқай басылмады. Сондықтан компания үлкен қателік жібергенін мойындап, бастапқы рецептке қайта оралуды ұйғарды. Әрине, түпнұсқа Coca-Cola шығарылған кезде барлық ашу қуаныш пен мақтауға айналды. Компания алған барлық хаттар мен телефон қоңыраулары сүйіспеншілікке толы болды және сатылымдар қайта көтеріліп, күрт өсті. Бизнес апталығы оқиғаның барлығын 10 жылдықтағы ең нашар іскерлік шешімдердің бірі деп атады. Бірақ кейбір скептикалық сарапшылар компанияның бүкіл оқиғасы жарнамалық әрекет болды деп санайды және тұтынушыларға Coca-Cola'ның олар үшін маңыздылығын еске салды.
Менің ойымша, егер осының бүкілі шынымен жоспарланған болса, бұл ең үлкен маркетингтік стратегиялардың бірі болар еді. Және Coca-Cola адамдардың санасында соншалықты күшті имиджді құрды. Ол барлық қарсыластарынан асып түсті. Coca-Cola'ның маркетинг философиясы бұл сіздің өніміңіздің қандай екендігіне қарамайды. Керісінше тұтынушыларыңыздың сіздің өніміңізді не деп ойлайтыны және ол нені бейнелейтініне байланысты. Сондықтан Coca-Cola жарнамаға жыл сайын $4 миллиард жұмсауға дайын. Әлем халқының 94% Coca-Cola логотипін танығанымен, әрине, Coca-Cola 137 жылда әртүрлі қиындықтарға тап болды. Бастапқы дәріден сусынға алмасудан бастап, бөтелке құқықтарына қатысты сот ісі, Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жаһандық кеңею, жаңа дәм ауыстыру даулары және көптеген даулар, жанжалдар қатарлылар болды. Бірақ олар ешқашан артқа шегінген емес. Тек қана дәл осындай тәжірибелер бүгінде осындай қуатты бизнес империясын құралады деуге болады. Өмірде де солай. Біз міндетті түрде үлкенді-кішілі қиындықтарға тап боламыз. Бірақ табандылық танытып, берілмей, алға ұмтылсақ, біз қалаған нәтижеге міндетті түрде жетеміз. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.